мына биліктің жалдамалы жазғыштары бар. Оны ботоферма дейді. Мына билікті ақтап, жақтап, әрбір сөзін тәпсірлеп түсіндіреді. Мысалы, Тақай осы жолы қайтадан кім қандай тілде сөйлейді, ешкімді мәжбүрлемеу керек деген сөз сөйлеп деген, соны ақтап, жақтап, тәпсірлеп түсіндіріп, том-том кітап жазып кетіп жатқандар, солар ботофермалар. Мына биліктің қаңылтыр кеуделі маймыл саясаткерлерін тұлға жасайтындар, мына халықты әдейі мың-сан сектаға жіктейтіндер, қоғамдық үлкен бір резонанс кезінде биліктің ығына халықты жығып беретіннің барлығы сол жалдамалы жазғыштар. Олардың айлығы айына 5 миллионнан 10 миллион теңгеге дейін төлеп отырады. Арнайы дайындалған адамдар өздерінде бәленбай аккаунт ашып береді, арнайы компьютері бар, қызметімен, сменімен күндіз бірсімен, түнгі бірсімен болып жұмыс істеп отырады. Олар әшейін сол саусағын қозғап ақша тауып отыр. Жалпы осындай қыңыр, қисық, боқтайтын, қарғайтын, сілейтін, жамандайтын, өсектейтін, қаралайтын, жалалайтын, жаптым жала, жақтым күйе дейтін бәленің бәрін бір тұтас ойланбай жаңағы батырлатып өшіріп отыратын админ қойдық. Сондықтан біздің YouTube арнамыз тап-таза бұдан кейін. Жаңа қыңыр қисықтар келіп, қақырып шақырып, жаңағы білген істеп, саңғырып кететін бәленің бірде-біреуі болмайды бұдан ары қарай. Қысқасы, аузына келген оттай бастады, тарс етіп басы жабылады, аккаунты бұғатталады, бізге кіре алмайды. Бізге кіре алмайды, көре алады, бірақ сөйлей алмайды, жаза алмайды. Енді әрине ұқсамаған пікірді айтуға ол абсолютті рұқсат. Абсолютті рұқсат, жаңағы өзіңіздің ойыңызды айтуға, талқылауыңызға, тіпті қарсы тұруыңызға, сынауыңызға, мінеуіңізге болады. Бірақ жалпы ындыныңыздан биліктің, Қытайдың, Ресейдің адам екендігіңіз білінген сәтте басыңыз шабылады. Ол сөздің шыны керек. Опа, мен мына зарядкам, мына зарядтамасам болмай қалыпты. Кешірім өтінем. Ал сұрақтарыңыз болса қойып жіберіңіздер, бізде жауапты беріп жіберейік. Сонымен сіздерде, біздерде тыныш болайық. Енді зарядтады. Ал, қандай сұрақтарыңыз бар? Сәке, ассаламалейкум. Уағалейкум ассалам баршаларыңызға. Ал сұрақ жауап берейік деп келдік міне. Қазір жастар сізді қолдай, жеңесіз, сіз аңсаған азаттыққа жетесіз дейді. Алла разы болсын дұға тілеңізге. Жастармен күнден дерлік хабарласып отырамыз. Қазір мынау ашынған жастар, өміріміз өстіп қор болып кетеме деген жастар, бала күннен мына әке шешесі Назарбаевтық жүйеге сеніп, алданып, енді өмірі жаңағы өстіп әке шешелеріміз сияқты жоқшылықта тентіреп осы ғарышылықты өтіп кетеміз бе? Біз ондай өмір сүргіміз келмейді, кредитке байланып дейтін жастар қазір бізбен өте көп қарым-қатынаста. Негізі қазақтар үлкен, ұлт ретінде бір үлкен ояну, толғану үстінде. Бұл сөздің шыны керек, үлкен жақсылықтың белгісі. Болады дейді, көп вақтымызды құл иеленуші қоғамда жоғалтып алып отырмыз ғой, жастарымызды, жастығымызды ұрлатып. Сіздің де, біздің де барлығымыздың жастығымызды Назарбаев, Тоқаев ұрлады. Қайран біздің жастығымызда сол қазақ бүгін дұрысталады, ертең дұрысталады, бүгін жақсы күн болады, ертең жақсы күн болады деп сөйтіп өтіп кетті. Әттең, өкінішті. Бірақ ештен кеш жақсы. Кеш болса да оянып, енді халқымызды ары қарай жақсылыққа бастап алып кетсек, соның өзі тақиямызға тар келмес. Қандай сұрақ бар? Қоқанбаев дейді, қазір біз жақта Қытайлар мақта егеміз деп кірді. Олар бізді құртама деп қорқамыз. Бірақ ауылдағы біраз жұмысшы жұмыс тауып беріп отыр. Қытай басында сөйтіп кіреді. Ол біраз жағатсынып, жұмыс бергенсіп, жағдайыңды жасағансып, ауылдан мүмкін өмір бойы
асфальт жатпаған көшеге асфальт жатқызып, газ кірмеген болса газ кіргізіп деген сияқты сөйтіп жағатысып кіреді. Бірақ ең соңында бәріңді құлға айналдырады. Қытай ең соңында бәріңді құлға айналдырады. Қытай ол құрттай ғана халық еді. Қытай қазіргі мынау Қытай мемлекеті 9.600.000 шаршы километр жерді ұстап отыр. Қазақстаннан 4 есеге үлкен. Ал осы жердегі халықтардың барлығы Қытай емес еді. Соны езіп, қанап, жаншып, қырып, жойып, интеллигент зиялысын атып, шауып, өлтіріп, қастықпен өлтіріп, сатып алуға көнбесе, қатынмен бопсалап, ақшамен бопсалап, сол халықтардың бәрін ұлт ретінде, халық ретінде жойып жүр. Қазір Қытайға жойылмай, әлі де ұлт ретінде қасарысып, алысып, жұлысып отырған санаулы халық қалды. Ал бұл халықтар сол Қытай шетінен жойып келе жатқан мыңдаған халықтың соңғы өкілдері ғана. Мысалы, Тибет бар. Қытаймен алысып, жұлысып, Далай-лама дейтін кісі, міне, оның Қытаймен жұлысқанына 1951 жылдан бері есептей беріңіздер, міне. 70 бәлен жылдан бері Қытаймен ұстасып келе жатыр. Шетелге кетті, Тибетті азат қылам деді, Тибеттен Үндістанға қашты. Одан міне қазір Еуропа, Америкада жүр. Бүкіл дүние жүзі оны бір мемлекеттің басшысы ретінде арнайы қабылдайды, арнайы кезігеді. Өзінің қоры бар. Үндістанда тіпті сол Тибеттердің жиналған бір ауданында бар. Бұлар Үндістанның тіпті армиясында да кәдімгі армия жаттықтырады. Мынау аспаннан лақтыратын парашютшылары бар. Бірақ қанша мәрте Үндістаннан кіріп, тіпті басқа жақтан кіріп, Қытайда Тибеттің тәуелсіздігін қолға аламыз дегенмен ала алмай отыр. Далай-лама Нобель бейбітшілік сыйлығын алды, бірақ бәрібір Тибеттің құтқара алмай отыр. Екіншісі Моңғолдар. Моңғол десе сіздер Моңғолияны ойламаңыздар. Ол Моңғолдың 3-тен 1-індей ғана. Қытай жерінде 6 миллион моңғол бар, бірақ дені қытайланып кетті. Қытайлар оны ішкі моңғол автономиялы өлкесі дейді. Олар да Қытай жаулап алған халық. Үшіншісі шүршіт, манжулар. Мәнжі дейді. Бұлар Қытайды 4 ғасыр биледі. 4 ғасыр биледі, бірақ 1911 жылғы Сун Яцен жасаған Шинхай көтерілісінен кейін Қытай көтерілісшілері бұл манжыларды қырып салды. Тіпті ол түрі де Қытайға ұқсас, қатынды да Қытайдан алып кеткенмен бұларда бір акцент қалып қойған. 6 дегенде лё десе, немесе айтса, жаңағы акцентіне қарап, Пекин акценті болса, сол Хэбэйда, Чаңсуда, Гуанчжуде бұларды бытырлатып қырып отырды. Қазір Қытайда 5 халық автономия беріп отыр, автономиялы регион. Бірақ Манжуға бермейтіне тарихи кектері бар. Өздерін 4 ғасыр құлданған халық. Жоған бермей отыр. Одан кейін ұйғырлар бар. Енді ұйғырды қырғаны соншалық қазірге дейін қырып жатыр. Ұйғырдан қазір сол Қытай жаулап алған ежелгі ұйғыр жерінде ұйғырдың еркек кіндіктісі қалды ма, қалмады ма, бірдеңе деп айту қиын. Ұйғырларға жасаған геноцид сұмдық енді. Одан кейін қазақтар бар. Ол ежелгі қазақ хандығының жері 1881 жылы Орыс пен Шүршіт империясының ортасындағы Орыс-Қытай Петербор келісімі, Орыс-Қытай Іле келісімі, Орыс-Қытай Тарбағатай келісімі бойынша бұл жерлерді сол Қытай жаулап алған жер. Бірақ ол ежелгі қазақ жері. Енді бұндай халықтар көп. Ал енді қазір өзі тегі тектімен Қытай болып кеткен, өзін Қытай дейтін сол халықтардың дені осыдан 2 ғасыр бұрын, 3 ғасыр бұрын, 4 ғасыр бұрын бәрі бөлек-бөлек халықтар еді. Бөлек-бөлек. Соның бәрін жұлып алды. Мысалы, Қытайлар Мяузу дейді, өздерінің Хымың дейтін халық бар. Ол үлкен халық еді, ірі халық еді. Бұрын егемен елдері болған, Қытайлармен орта жазықта үнемі соғысып отырған халық. Сол Хымыңдар қазір мысалы бітті жоқ, бітті. Мен олардың жерінде де болдым, көрдім. Көздері Қытайдан үлкендеу салыстырмалы. Бірақ бәрібір азиялық халық, нәсілдері бөлек, ақ көңіл, Қытай сияқты арамыз емес. Аналардың бір аңқаулығы да бар, бейшара сол аңқаулықтарымен сеніп, анау кезіндегі басшылар Қытаймен одақ жасаймыз деп келісім шартқа отырып,
сонымен сол Қытайдың орданың қызы дейтін қыздарын алып, сонымен ең соңында жойылды. Одан кейін мына Жуан дейтін халық бар, Жуан. Ол да қазір Қытайда 5 үлкен автономиялы регионның біреуін ұстап отыр. Гуанши Жуанзу автономиялы районы дейді. Бірақ жуандар бітті, ол да құрды. Оның ескі Қытай иероглифіне ұқсамайтын жазуы болған. Кейін коммунистер билікке келгенде әдейі аналардың Қытайдан мүлде бөлек иероглиф жазады, бірақ Қытай иероглифіне ұқсамайды. Өздерінің төл ерекше мәдениеті бар халық. Соны коммунистер жою үшін әдейі алфавитін ауыстырып, оларды латыншаға ауыстырды. Артынан қайтадан иероглифінің қалпына келтірді. Қайтадан латыншаға ауыстырғанда бір ұрпақ екінші ұрпақты оқи алмай, түсіне алмай, ең соңында Жуанзудар Қытай болып кетті. Енді сосын ары қарай тай халқы бар. Таиландтағы тай, олардың Қытай жаулап алған Таиландтың біраз жері бар. Қазір Қытай болып кетті. Ол тайларда сол су шашу мерекесі анау мынау дейді. Қытайлар дайзу дейді, анығында дайзу. Ана Таиландтағыларды тай дейді, Қытайдағысын дай дейді. Екеуі бір халық, бір тілде сөйлейді. Енді бұларды мәжбүрлеп отырып Қытай қылып жіберді. Бұндай халық жетеді жаңа. Буи, зу дейді, анау бәрі ұқсамаған халық. Киімдерінің мына жағаларын кестелейді, мына өңірін кестелейді, мына жеңін, шалбарының балағына дейін кестетігі болады. Кестелеріне қарасаң, ежелгі біздің бір ескі кестелерге келеді. Кім біледі, бұл халықтар мүмкін солтүстікте көшпенділер болып, бізбенен анау бір заманда табысатын сол халық болып, артынан оңтүстікке қарай көшіп, немесе жаулап барып тұрып, ең соңында былай болып кетті ме, кім біледі. Америкадағы мынау үнді тайпаларының біразы сол арғаны 20 мың жыл ма 15 мың жылдың ар жақ бер жағында есте жоқ ескі заманда сол не Азиядан кетті, не біз олардан кеттік. Беринг бұғазы жалғасып тұрған кезде Ібір-Сібірден жалғасып кетіп қалдық па, бір үлкен өзгеріс болды ма, құрлықтар көшті ма, сондай біз мысалы күнді күн деп, айды ай деп, бірді бір деп, екіні екі деп, шелпекті шелпек деп, қайықты қаяқ деп, елікті иолық деп жүрген бұл халықтар бізбенен арғы тым ары, тым ескі заманда тегі бір. Бірақ біз бөлек халық болып қалыптастық, бұлар бөлек халық болып қалыптасты. Сол сияқты Қытайдағы жаңа халықтардың дені осыдан 2 ғасыр 3 ғасыр бұрын жойылып кетті. Қазір жойылмай қалғаны саусақпен санарлы қалды. Тибет қалды, моңғол қалды, ұйғыр қалды, қазақ қалды, азғантай тәжік, қырғыз қалды. Қалғанның бәрін жойып жіберді. Жаңағы Мяо Хмоң, Жуанзу дейтіндерде тек өтірік автономиялар бар, бірақ жойып жіберді. Манжилердің 99% Қытай болып кетті. Сондықтан Қытайлар өмір бойы өстіп, мысық табандап, аз-аздан келіп, бір ұрпақ, екі ұрпақ келеді. Бүгін сенің жеріңді мақ дегенмін деп алса, енді 50 жылдан кейін ол жердің анау бәленбай 1000 жылдан бері Қытай жері деген өтірік тарихты жазып, жеріңнің астына өздері алып келіп, фарфор шыныларын, ескі тарихи жадыгерлерін, ескі патшаларының бір сауыт саймандарын, қылыштарын, керек десең жаңағы тас қойып жазған бір жазбаларды көміп тастап, мынау бәлен заманнан бері Қытайдың түген патшалық кезінде Қытайдың жері болған деп оттап отыра береді. Бұларда бет жоқ, ар жоқ. Қытайда бет болмайды. Қытайда бет бар, Қытайда ар бар деген адам, шайтанда иман бар деген адаммен бірдей болады. Бұл Қытайлар келді жерімізге, мақтеп кел жатыр, қорқып жатырмыз, кейбір адамдарға жұмыс берді дейтін қазаққа менің айтатыным. Онда Қытай қойныңа қолын салды. Бітті, онда Қытайға құл болу заманы басталды. Енді сол жердің қазағы азғантай тиын тебенге алданбай, мына Қытай құл зұлым билікке алданбай, нанбай, мына билік бірден істейді, мына биліктің қаңылтыр кеуделі аталмыш қайраткерлер бірден істейді демей, наразылықтарыңды ашық білдіріңдер. Мысалы, кеше мен отырып, кофемді ішіп отырып, телефон не болды деп Google-ды ашып кеп қалсам, ағылшын тілді ақпаратта өзбектердің ақпараты шығады. Онда не? Өзбек шаруалары билік тарапынан жерін мәжбүрлі түрде Қытайларға беруге мәжбүр болып отыр. Қытайлар өзбек жерін алып жатыр, өзбек шаруалар жерсіз қалып жатыр деген ағылшын тілінде ақпарат шығыпты. Бұл ақпарат жай шықпайды. Оны да өзбектің бір шетелдегі белсенділері ма, сөйтіп ана жерде жерінен айырылған халықтарды айтыңдар деп отырып шетелге шығарды. Яғни біз кезінде Қытайлар геноцидке ұшыратып, қазақтарды жаппай қамаған кезінде айт деп отырып, күйеуі қамалған әйелді айтқызып куәлік алып,
әке шешесі қамалған баланы айтқызып куәлік алып, ұлы мен келіні бар қамалып қалған шал кемпірлерді, ата әжелерді айтқызып куәлік алып, міне Қытайда зұлымдық болып жатыр, міне ізім қайым қазақтар 1 жыл 2 жылдан бері қамалып жатыр деп қалқараға дабыл қақты. Тура сол сияқты Өзбектен де бір белсенділер шығып, өзбектің билігі өзбек халқын мәжбүрлеп жерін тартып алып Қытайға беріп жатқанын қалқараға жеткізіпті. Міне бұл да жақсылық. Сондықтан сіздер ойламаңыздар, көктен Иса түсіп, жерде мәді шығып, ана Қытайларды кетей кет деп қуады екен деп. Жоқ, ешкім құтқармайды. Өздерің сол ауылдың тұрғындары сол Қытайға наразылықтарыңды білдіресіңдер. Жаңа Қытайдың техникасын өртейсің бе? Жаңа түнде барып жігіттер ұйымдасып, олардың егіп тастаған мақтасын таптайсыңдар ма техникаменен? Қытайдың тігіп алған шатырларын өртеп жібересіңдер ма? Қысқасы наразылықтарыңды білдіресіңдер. Немесе жерді бермейміз деп наразылық білдір. Қысқасы бір шу, бір лаңғада жасамай, үндемей тымпиып жатып, ол ешкім сені құтқармайды. Мына Америкада мен барып, мен сені құтқармаймын. Сен соны біл. Ешкім сені құтқармайды. Наразылықты өздерің оятасыңдар, өздерің көтересіңдер, өздерің бастайсыңдар. Одан басқа ешкім ешқашан сендерді құтқармайды. Соны халық білуге тиіс.